Shri Shrimatachi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantan oğlumunun 8. tarağının 4. bölümün Ağılçın tilinin Kazakşalamı 9. Navruz 2021 yıl. Tuğan atım Ercan İlyaslı, ruhaniyatım Ratih Şyamadasa. Bärin, tüptü ömürlerinde Krishna'ga bağışlanan baktalar katelesken yok. 1973 yılı Şila Prabhupada 2 jaz şakirtimen Kaliforniyada Şıraskan ayelden tosun kataladı. Kezdesken adamlarına keylengsiz qaraydı dep şamdanıp tayal. Жатқылыққа қамығып жаны ауырған әйелді аяған Шила Прабхупада қолдың бос еместігіне қарамастан iltifatпен жауап жазуға уақытын бөлді. Мәртебелі Хазірет, хатымды махаббат сезіммен алыңыз. Кеймарт Сан Фернандо. 2 жас шәкіртіңізбен бірнеше рет әңгімелестік. Екеуі де кездескен адамдарына keylengsiz қарайды. Бұлай болу керек екеніне сенбеймін. Құдайтаны өлімін уағыздау мүмкіншілігіне еленген бұл жігіттердің ниеттері ішкі жан дүниелерінен туатындықтан басқаларға аяушылық білдіруге міндетті. Осыны түсінетін біз іліміңіздің бұл дүниенің адамдарына бейбіт тыныш махаббат жолдауын қамтамасыз етуіңізді өтінеміз. Осыны түсінетін біз іліміңіздің бұл дүниенің адамдарына бейбіт тыныш махаббат жолдауын қамтамасыз етуіңізді өтінеміз. Әйтпесе көздеген мақсатыңызға жетпейсіз. Махаббат қаз-қалпында бола берсін, басқаша емес, тек махаббатпен ғана істелсін. Сіз үшін Құдайға жалбарынамын, сіз де мен үшін жалбарыныңыз. Құдай жолындағы тілектесіңіз, Құдай батасын жаудырсын. Ленни Людвиг. Қымбатты Ленни Людвиг. Батамды қабыл алыңыз. Индияны шарлап уақыз айтудан қолым тимей, осы күнге дейін жауап жазуға уақытым болмаса да, Калифорниядан жазған хатыңызды мұқият оқып шығуға уақыт таптым. Калифорнияда кездескен 2 жас шәкіртім кездескен адамдарына келеңсіз қарайды деп шағым жазыпсыз. Әрине, бұл оқиғаның жай-жапсарына қанық болмасам да, егер сүйікті шәкірттерім өз тараптарынан мейірімсіз, жөнсіз, абайсыз сияқты көрінсе, кең пейіліңізбен кешіруіңізді өтінемін. Сайып келгенде Тәңірге қызмет ету үшін үйреншікті өмір тұрмысынан толық бас тарту оңай шаруа емес. Әсіресе маяға, алдамшы фәни энергияға қызмет етуін қойып, Құдайға берілгендерді қақпанына қайта түсіру үшін мая бар күшін салатындықтан, маяның алдап азғыруына қарамастан, маяның тегеурінін тойтарып, белдерін бекем буу үшін берілі қызмет етуге енді ғана аяқ басқан тәжірибесі жас бақталар, әлі бүршік жармаған әлсіз бақти өскіндеріне завал келтіріп, қауіп-қатер төндіретін нәрселерге, я адамдарға кейде қарсы шығатын кездерде болады. Сенімдерін қорғау үшін тіпті асыра сілтеуге де баратын жас бақталар кейде маяның фәни энергиясымен алданған құдайсыздардың көзіне осылай жағымсыз нигилистер, я өмірден түгілген күйреу пессимистер сияқты көрінуі де мүмкін. Шын мәнінде бұл фәни әлем қадам басқан сайын қауіп-қатер, туу, өлім, ауру, қартаю, ауру, сырқау қайғы-қасіреттерінен көз аштырмайтын жағымсыз өткінші мекен. Дуккалайма шашбатам. Мұның мәнісін көпшілік жұрт қаз-қалпында түсіне алмайтындықтан, мұны түсінгендерді ұлы жандар дейді. Маму петя пунар жанма дуккалайма шашбатам. Напну ванти махатмана самситим парамам гата. Фәни әлемдердің қасіретке толы өткінші мекен. Дуккалайма шашбатам екен түсінген ұлы жандар мұнда ешқашан қайтара алмайды дейді бұл өлең. Махатмана ұлы жандар болғандықтан, Кришна олармен өз мекенінде бірге өмір сүреді. Кришнаға шын берілгендіктен Кришнаның бақталары осы жиіркеніші жерден азат етілуге лайық. Бұл өлеңді Бхагавад-гитада Кришна, яғни Құдайдың өзі айтқан. Кришнадан асқан жоғары бедел бар ма? Кришнаға қызмет ету үшін қолданылмайтын және Кришнаны риза қылу үшін қолданылмайтын фәни нәрсенің бәріне түңіле қарасақ қана рухани өмірде өсеміз. Біз бұл дөрекі фәни әлемде ұзақ ләззат аламыз, құпият құмарымызды қандырамыз деп онша үміттенбейміз. Хатыңызда махаббат сөзін бірнеше рет қайталапсыз. Шын мәнінде бұл фәни әлемде махаббат жоқ. Махаббат бар деу жалған насихат. Мұнда махаббат деп жүргендері тек өз сезімдерін қанағаттандыру үшін құмартатын нәпсі ғана. Кама еша крода еша раджугуна самудбаба. Mahashana Mahapapma Vityana Mihana Vairinam
Шәкірті Арджунаға Кришна: бұл күш фәни құмарлық гунасымен жанасудан пайда болып, содан кейін ашу-ызаға айналатын нәпсі ғана. Нәпсі бұл дүниедегі тірі жандардың бәрін жалмаушы, күнәлі іске итермелейтін қас дұшпан дейді. Бүгінде біз махаббат деп жүргеніміз фәни табиғат Бүгінде біз махаббат деп жүрген фәни махаббат сөзі веда тілінде жоқ. Кама сөзі махаббат емес, керісінше нәпсі я фәни тілек дегенді білдіреді. Ведаларда шын махаббатты білдіру үшін тек Құдайға деген махаббатты білдіретін према сөзі қолданылады. Құдайға деген махаббаттан өзге махаббаттың болуы мүмкін емес. Керісінше бұл фәни әлемде махаббаттың орнын жыныс қатынасына негізделген нәпсі құмарлық басады. Бұл фәни атмосферада тек адамдардың ғана емес, күллі тәуелді жандардың іс-қарекеттері еркек пен ұрғашы арасындағы жыныс құштарлығына негізделген. Барлық іс-қарекеттердің қозғаушы күші болып табылатын осы жыныс құштарлығы бәрін харамдайды. Бүкіл жаһан осы жыныс қатынасының айналасында шыргөбелек айналып азап шегуде. Шымбайға батса да шындық осы. Сен менің сезімдерімді қанағаттандырсаң, мен сенің сезімдеріңді қанағаттандырамын дейтін бұл әлемдегі аталмыш махаббат сымағымыз өзара қанағаттану тоқтаған сәтте ажырасу, айырылысу, жанжалдасу, жек көру сияқтылар ұласады. Осы жалған махаббат шилеуімен қаншама нәрселер жүріп жатыр. Шын махаббат дегеніміз Құдайға, Кришнаға деген махаббатты білдіреді. Әр тірі жанның бойындағы махаббатын лайықты объектіге бағыштағысы келеді. Проблема тек надандықтан туады, себебі бойларындағы махаббаттарымен өзара махаббатпен алмасуға шынымен лайық осы жоғарғы махаббат объектісін қайдан табу жолын адамдар білмейді. Дұрыс мәлімет берілмейді. Кез келген фәни нәрсеге байланған сәтіңізде соққыға жығыласыз, жойыласыз, жабығасыз, түңілесіз. Қанағат таппай өзекті өртейтін өкінішке ұрынатынымыз факт. Я, мұндай күйге ұшырайтынымыз факт деп осыны мойындайтын бүкіл әлемнің және өз еліңіздің мына жастары Кришнадан дұрыс мәлімет алуда. Бахунам жанманаманте жнанаванвам прападяте Васудева сарвамити самахатма судырлаба. Көптеген туы мен өлім шеңберінен өткен соң шынайы білімді меңгеріп, бүкіл себептің түпкі себепкері және барша дүниенің түп тамыры мен екенімді түсінген жан маған беріледі. Мұндай ұлы жан өте сирек кездеседі. Махатма, ұлы жан деген сөзді Кришна тағы да қайталап отыр. Сондықтан сіз жоғалтқан бакталарымыз әдеттегі дүнияви жігіттер мен қыздар емес. Жоқ, оларды нағыз данышпан, ұлы жандар деп санау керек. Себебі фәни тірліктің айнышты дертін көптеген туылар бой бастарынан өткізген олар ақыры фәниден айни бастағандықтан жоғары білімді іздеу барысында, әлдебір тәуір нәрсені іздеу барысында ақыры Кришнаны іздеп тауып, Кришнаға берілген олар білімді шын меңгерген махатмаға айналады. Түрмеге ұқсайтын бұл фәни әлем бізді оған жеркенішпен қарап, түбінде Кришнаға беріліп, шаттық пен білімге толы мәңгі өмірімізге, бастапқы үйімізге қайта оралуымызға әкелетін күйге дейін жеткізу үшін арналған жаза орны. Сондықтан адамзат қоғамында өте сирек кездесетін іске кіріскен бұл бакталар құрмет көрсетуге лайық. Судырлапа. Кришнаға берілген бакта махаббатының түпкі объектісін Құдайды іздеп табады. Тұтанбаған сіріңкеде оттың болатыны тәрізді Құдайға деген махаббат та әр тірі жанның жүрегінде жасырын жатыр. Ал егер адам әйтеуір бір жолмен бойында мүлгіп жатқан Құдайға деген махаббатын оята алса, және Кришна оның ең жоғарғы табыну объектісіне, ең жоғарғы досына, ең жоғарғы иесіне, я ең жоғарғы нақсүйеріне айналса, ол еш уақытта түңілбейді, бақытсыз болмайды. Бойындағы махаббатын лайықты жанға бағыттаса, бақытты болады. Матчидават гата прана ботаянта параспарам катаянта шамам нитям тушянтича рамантича. Күні-түні мен ойлайтын, бүкіл өмірлерін маған қызмет етуге бағыштайтын шын берілген бакталарым, мен туралы білгендерін әрқашан ортаға салып, өзара әңгімелесуден зор қанағат тауып ләззат алады. Өзіңіз айтқандай, үнемі зор қанағат, шат-шадыман шаттыққа кенелетін Кришнаға берілген бакта білімге, жақсылыққа асық, жамандықтан қашық. Озат бакта баршаның досы,
yoga yukta vishit atma. Krishnaga suyishmenchilikpen berilib xizmat etетін тазарған жан, sarva butatma budatma, barchaga qimmat, және ол ішінде barcha жандар qimmat. Mına bir o'rinda Krishna былай мәлімдейді. Yomad bhakta same priya. Mening bhaktam men үшін аса qimmat. Adveshta sarva bhutana maitra karuna evacha. Ешкімге іштарлық qilmaydi, және barcha tiri jandардың mehriban do'sti. Sonымен birga bhakta barchaga birday qaraydi. Pandita samadarshina, және anov жақсы, mınov жаман деп ешкімді bölüp jarmaydi. Жоқ. Bilimi pişirip jetilgen bhaktalarning Krishna tanluu jolunda jetken ozig'iroq satlari osılay sifattaladi. Kadr basıp köpü äli jas şagirdlerimiz birtindep үйrөнүp жүр, және бұл тәсілдің тиімділігі, сенімділігі әрі беделділігі сонша, егер қатаң ұстанса, кемел шыңына көтеріледі. Яғни өзіңіз айтқандай махаббатқа кенеледі. Дегенмен бақи махаббат фәни болмағандықтан, әдеттегі фәни қатынастардағы жалған сезім сентименті деңгейінде мінеп сынауға келмейді. Біздің пікіріміз осы, сондықтан олар сүймейді деуіңіз құдайсыздардың пікірінше раста шығар. Тәни түсінікке яқы болмалы сезім ләззатына негізделген жанұясына, жора жолдастарына, әйеліне, еліне, нәсіліне тағы сол сияқтыларға байланудан бас тартқан олар, майға қызығудан я нәпсіқмарлықтан ептеп арылып, Krishnaға деген шексіз толайым марапатты махаббатты бойларында өрбіттілер келгенімен, әлі де өрбіт алмай арпалысуда бар болғаны осы. Көптеген жаман әдеттер бойларына әбден сіңген жерлестеріңіз ет жеу, естен айыр берілтетін есірткілерге елігу, заңсыз жыныс қатынасына түсу секілді көптеген жағымсыз қылықтарын кенет тәрк етіп, бір түнде ішкі жан дүниелерін танитын ұлы жан болып шыға келеді деп үміттене алмаймыз. Бұл мүмкін емес, утопия, құрғақ қиял. Әйткенмен әншейін Krishnaға берілі шәкірттіге бағышталуының өзі бхактаны адамзат қоғамының ең мәртебелі лауазымына көтереді. Сабу дихман манушешу саюкта Krishna карма крит. Саналуан харекеттермен айналысуына қарамастан, бақи деңгейге орныққан адам ең зерделі интеллектуал. Рухани түсініктің биік деңгейіне әлі жете қоймаса да, өткінші кемшіліктері мен осал тұстарына қарамастан, мұндай бхактаны ең мәртебелі әулие деп санау керек. Апишет судара чоро бхаджатаме манане ба садурева самантавя самяк дева сито хиса. Егер маған берілі қызмет ететін бхакта тіпті ең жексұрын қылыққа барса да, оны бәрібір әулие деп санау керек. Себебі ол дұрыс жолмен жүруге берілмеген буды. Адам қатесіз болмас, көл бақасыз болмас дегендей, жаңадан бастаушы бхакталардың болмашы жаңсақ қайшы қылықтарын, қателіктерін осылай түсініп, мейірімділігіңізбен кешіруіңізді өтінемін. Ең бастысы, бәрін, тіпті өмірлерінде Krishnaға бағыштаған бхакталар қателескен жоқ. Мәңгі бақи тілектесіңіз, Аче Бхактивиданта